Саламатсыздар ма, оқушылар? Саламатсыздар ма? Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабақта кім жоқ? Кезекші? Аха, жақсы, отыра қойыңыздар. Жақсы, оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендерді асық әдісі арқылы үш топқа бөлгім келіп отыр. Осы үш топқа бөліне қойыңыздар. Бірінші топ бізде Іңірбай, Нұрдаулет, Жазира, Мадина, Мадияр. Осы оқушылар бірінші топқа келе қойыңыздар. Келесі, екінші топ бізде Қайсар, Аманжан, Қалима, Аружан. Мына екінші топқа келе қойыңыздар. Үшінші топ Нұрали, Нұрдаулет, Назерке, Амина. Отыра қойыңыздар. Жақсы, керемет, оқушылар. Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілей отырып, бастайық. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын, мен сендерді осы ұлттық құндылыққа негіздеп, сіздерді асық әдісімен өз-өздеріңізді бағаласын деп, осындай бағалау бетшелерін сіздерге таратқым келіп тұр. Топ басшысы өздеріңіз топқа бөліп берсеңіздер. Жақсы, оқушылар, үш топқа арналған біздің жасыл және сары түсті асықтарымызды алдарыңызға қояйын. Әр белсенділіктеріңіз үшін өздеріңізді бағалап отырасыздар. Жақсы, әрі қарай. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда орындайтын сіздердің тапсырмаларыңыз, дескрипторларыңыз осы жерде көрсетілген, тақтадан да қарап отырамыз. Жақсы, оқушылар, әрі қарай сабағымызды бастамас бұрын гексагон әдісі арқылы өткен тақырыбымызды еске түсіріп алайық, қайталап. Ала қойыңыздар. Топта бірігіп шешімін таба қойыңыздар. Жақсы. Бізде не беріп тұр? Оң сандар, дұрыс айтасың, Аманжан. Дұрыс, тақсандардікі. Дұрыс. Бұл қандай? Нөлге тең сандар, дұрыс. Енді бұл жерде бірінші, екінші элемент деген. Дұрыс. Бірінші топ? Бірінші болды. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Керемет. Жақсы, керемет оқушылар. Жарайсыздар. Осы гексагон әдісі арқылы шығарған есептеріміз, яғни бір өлшемді массивтерге қолданған амалдарымызды бүгінгі сабағымыздың тақырыбында да қолданатын боламыз. Сондықтан да барлығыңыз өте жақсы орындағансыздар. Әрі қарай келесі сабағымызда бізге түсінікті болады. Жақсы, бүгінгі сабағымызды бастау үшін тақырыпты жазып алайық. Бүгінгі сабақта қол жеткізу керек оқу мақсатымыз екі өлшемді массивтерді пайдаланып Python программалау тілінде бағдарлама жасау. Енді оқушылар, бүгінгі сабақта біз не істейміз? Не істей алуымыз керек? Қарайықшы, екі өлшемді массивтің жол және баған индекстерін анықтап, элементтердің орнын табуымыз қажет екен. Сосын Python программалау тілінде екі өлшемді массивтерді құрып, цикл арқылы оның элементтеріне есептеу жүргізу алуымыз қажет. Және екі өлшемді массивтерді қолданып практикалық есептерді жол бойынша, баған бойынша жалпы қосындысын есептей алуымыз қажет. Жақсы, оқушылар, әрі қарай. Енді оқушылар, сіздер өткен тақырыпта танысқанымыздай бір өлшемді массивтердің бір түрі екі өлшемді массивтермен бүгін танысатын боламыз. Екі өлшемді массивті таныстырмас бұрын ең бірінші матрица деген ұғымды біліп алуымыз қажет. Матрица математикада кез келген жиын элементтерінен құралған, m жолдан тұратын, n бағаннан тұратын тік төртбұрышты кесте екен. Яғни тік төртбұрышты кестеде сақталатын деректердің жиынын біз екі өлшемді массив немесе
матрица деп атаймыз. Енді біз алдыңғы сабақта білеміз оқушылар, бір өлшемді массивтерде элементтері бір бүтін санмен индекстелді. Ал енді бүгінгі сабақта біз екі өлшемді массивтерді екі санмен индекстейміз. Не үшін? Өйткені баған бойынша және жол бойынша жүреді екенбіз. Енді матрицаны мысал қарайтын болсақ, 3 жолдан 3 бағаннан тұратын кестемізді алайық. Осы жерде мысалы бізде жолды біз мысалы А әрпімен, бағанды G әрпімен белгілейтін болсақ, кез келген А массиві деп алайық. Осыны. Енді қараңызшы, бұл жерде бізде Python программалау тілінде индекстер қандай саннан бастап нөмірленетін еді? 0-ден бастап, дұрыс айтасыңдар. Яғни жол бойынша 0, 1, 2, келесі баған бойынша 0, 1, 2 екен. Енді оқушылар мына нәрсені ескеру керек. Яғни бізде бірінші екі өлшемді массивте екі бүтін санмен индекстеледі дедік қой. Осы кестеде көрсетілгендей балалар бірінші жол бойынша және баған бойынша индекстеледі элементтер. Мысалы, мына жерде А массивінің 0-де 0-ші элементі. Бұл жерде индекстеліп тұр. Келесі бізде қалай болады? Жол бойынша аламыз дедім ғой бірінші. 0-де 1. Келесі мынау бойынша. Міне көріп тұрсыңдар ма балалар? Бірінші жолдан бастап жатырмыз. 0-де 1-ші, екінші элементі екен ғой. Келесі бізде А қалай болады? 1-де 0-ші, келесі 1-де 1-ші, дұрыс айтасыңдар. Келесі 1-де 2-ші. Ал үшінші жолымыз 2-де 0, 2-де 1, дұрыс айтасыңдар, және 2-де 2. Жақсы, оқушылар, енді біз екі жолдан, екі бағаннан тұратын екі өлшемді массивті мысалға қарастырып көрейік. Сосын сол бойынша бағдарламаны қалай құрамыз, сол бойынша танысатын боламыз. Мына жерде екі жолдан, екі бағаннан тұрады. Кез келген сан айтыңыздаршы, мысалы элементтеріне, мысалы 2, 10, мына жерде 12, мысалы 4. Енді біз осы массив элементтерін бағдарламада қалай сипаттаймыз? Мысалы, бұл А массиві деп алатын болсақ, балалар, А массиві мына тік жақшаға аламыз. Сосын бірінші жол бойынша аламыз. Жолда бірінші бізде тік жақшаның ішіне 2-де 10. Әр қарай екінші жол бойынша келесі тік жақшаны ашамыз. Программада біз осылай қолданады екенбіз. Енді бірнеше жолы бар, балалар, сіздерге ең оңай жолымен көрсетіп тұрмын. Енді балалар, бізде білеміз, бір өлшемді массивте бір индекспен индекстеледік, демек цикл қалай жүрді? Бір цикл ғана қолданды ғой. Ал енді біз осы екі өлшемде ерекшелігі не болады? Екі цикл жүреді, дұрыс айтасыңдар. Яғни біреуі бірінші жол бойынша жүреді, және екіншісі баған бойынша жүреді. Мысалы, біз мынаны EG деп алатын болсақ, бірінші жүретін циклымыз балалар жол бойынша жүретіндіктен, оны біз сыртқы цикл деп аламыз. Дұрыс. Дұрыс айтасың, range. Дәл бір өлшемді массивте қалай қолдандық, дәл солай жүргізілетін болады. Және осы массивтің несіне дейін деймін? Ұзындығына дейін жүргіземін. Келесі. Бізде енді не бойынша жүрем? Баған бойынша жүрем. Келесі. Дұрыс. 4G in range. Сосын len. Енді келесі. Осы элементтердің барлығын маған экранға шығарып бер, массив элементтерін экранға шығар десем, қалай болады? Print, сосын А массиві және бағанды және жолды шығарып бердім. Міне, көрдік па? Қиын ба, балалар? Жоқ. Енді қараңыздар, біз бір өлшемді массивтерде өткенімізде, мысалы, барлық элементтерін қосу керек болса, оң сандарды, жұп сандарды шығару керек болса, және
мысалы орын ауыстыру керек болса, біз осы циклдан кейін шарттарды қолданып жаза береді екенбіз. Сосын мынандай нәрсе бар, балалар, бізде екі өлшемді массивте бас диагонал деген ұғым бар. Яғни бізде білесіздер ғой, математикада матрицада мынау бізде бас диагонал элементтері. Қарап тұрсақ, мына жерде не көріп тұрмыз, балалар? Қандай ерекшелік көріп тұрмыз? Мына жерде баған мен жол тең болып тұр, мына жерде де тең болып тұр, мына үшінші жолда да 2 мен 2 тең болып тұр. Демек, қалай жазуға болады? Бас диагонал элементтері қалай шығады екен сонда? Шартта біз қалай қолданады екенбіз, балалар? Егер, жолымыз және бағанымыз, өзара тең болса, онда сол элементтерді мысалы экранға шығар, немесе олардың қосындысын тап деп жазады екенбіз. Түсінікті ғой? Жақсы. Әр қарай оқушылар бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін сіздерге мен тапсырмалар бергім келіп тұр. Жақсы оқушылар, біздің бүгінгі бірінші тапсырмамыз жұбың мен талда әдісі бойынша жұптасып, мына берілген, яғни екі жол, екі бағаннан тұратын екі өлшемді массив берілген, осы массивтерді элементтерін табуымыз керек. Телефондарыңызды алып, жұбыңызбен мына QR кодты сканерлей қойыңыздар. Алдарыңызда дескриптор берілген. Бұл жерде біз жол индексін, баған индексін және элементтердің мәнін дұрыс таба алуымыз қажет, балалар. Сосын нәтижені дұрыс сәйкестендіре алуымыз қажет. Бірінші жұбыңызбен, балалар, атыңызды енгізе қойыңыз. Керемет. Қарайық. Бұл жерде екі жол, екі бағаннан. Қатеміз бар ма? Қарайық. Жақындатып қараймыз. Қатемізді тексереміз. Жақсы. Яғни бізде балалар қалай берілген? Бізде екі жол, екі бағаннан берілетін, екі өлшемді массив берілген. Бізде нені анықта деп жатыр сендерге? Элементтердің орнын, индекстерін анықта деп жатыр. Жақсы. Сіздерде қарайық. Дұрыс. Қате бар ма? Жақсы, өте тамаша, дұрыс, балалар. Жарайсыңдар. Керемет, жақсы түсінген екенсіздер. Ендеше, балалар, біз өзімізді бағалайықшы дұрыс жауабымызбен. Қараймыз, сәйкес па? Қатеміз бар ма екен? Қатеміз бар ма? Барлығы дұрыс. Қандай қате? бірде 4-ді 7 деп, бірде 1-ді 8 деп. Дұрыс. Жақсы. Жарайсыңдар. Жақсы. Енді өздеріңізді бағалай қойыңыздар. Асықтар арқылы. Барлығы дұрыс болса 4 асық. Қателеріңізге сәйкес аласыздар. Бағалау бетшелеріңізге қоя қойыңыздар. Сіздерде барлығы дұрыс болды ма? Жарайсыңдар. Сіздерде ше, сіздің жұпта барлығы дұрыс болды ма? Жақсы. Жақсы, оқушылар, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. Бұл жерде білеміз, жасыл асық бізде ұпайды білдіреді. Мысалы, барлығы дұрыс болса 4 ұпайыңызды аласыз, қате кетсе сары асығыңызды аласыз. Мысалы, Аружан, дұрыс, 2 ұпай жинадыңыз. Жақсы. Ендеше оқушылар, келесі тапсырмамызды жалғастырайық. Келесі тапсырма бізде жеке жұмыс. Біз компьютерде ең алғаш программа жазған Ada Lovelace сіздерге, яғни бағдарламашы сіздерге сұрақ қойғысы келіп тұр. Сол сұрақты бәріміз бірге тамашалайық. Балалар, мен Ada Lovelace. Мені әлемдегі алғашқы бағдарламалаушы деп атайды.
Мен Чарльз Бэббидждің аналитикалық машинасына арналған алғашқы алгоритмді жаздым. Егер мен сендердің замандарында өмір сүрсем, мен міндетті түрде екі өлшемді массивтерді қолданар едім. Өйткені машина кестелермен, сандармен, қатарлармен, бағандармен жұмыс істейді. Ал енді сендерге тапсырма. Тек үш өлшемді сандық кесте берілген. Бас диагональ элементтерін шығарыңдар. Сәлем балам. Жақсы оқушылар, бізге Ада Левлейс бағдарламашы бізге қандай тапсырма беріп жатыр? Екі өлшемді массивте 3 бағаннан 3 жолдан тұратын екі өлшемді массив тапсырмасын беріп жатыр. Жақсы оқушылар, бізге Ада Левлейс бағдарламашы қандай тапсырма беріп жатыр? Өлшемді, дұрыс. Бас диагонал элементтерін шығарыңдар деп жатыр, табыңыздар деп жатыр. Жақсы. Ол үшін бізге қандай болу керек еді? Бас диагонал элементтері. Мадияр айтып көш. Өзара дұрыс тең болу керек, дұрыс. Біз осы массивті не істеп аламыз, балалар? Бағдарламамызда сипаттаймыз. Мына жерде сіздерге дескриптор берілген ғой, балалар. Ұпайды толық алу үшін дескрипторге сай тапсырмамызды толық орындаймыз. Болдың ба? Мына жерде Мадияр екі өлшемді массивті дұрыс құрғансың, бірақ бағдарламада сипаттағанда жақшадан қателесіпсің. Бізде шарт қайда? Шарт қалай қоямыз? Қай жерге қоямыз шартты? Шартты қай жерге қояды балалар? Аружан, дұрыс. Жарайсың. Қайсы Аманжан сенде? Аманжан, шарттан кейін біз міндетті түрде не қоятын едік? Бос нүкте қоятын едік, соны тастап кетіпсің. Қайсар? Жақсы. Енді Қайсар, сен циклды қолдандың, шартты қолдандың. Енді бағдарлама бұны түсінбейді. Не істеуіміз керек? Біз ана массивті бағдарламада не істеуіміз керек? Сипаттауымыз керек қой, соны жазбағансың. Қазір өзіңе бал қойғанда соны ескереміз. Қалима, сенде де солай. Дұрыс. Бірақ, Амина, сен шарт қоймағансың. Жарайсың, Назерке, дұрыс. Тек массивті сипаттап қойыппыз, Нұрдәулет. Шарт қалай болатын еді бізде? Жақсы, оқушылар кім қорғап бере алады? Кім қорғап бере алады? Айтайықшы. Аружан? Мен бұл есепті шығарғанда ең алдымен жолдың циклын қолдандым. Жол бойынша цикл жүргіздің, бірінші жүрдім. Одан кейін баған бойынша цикл жүргіздім. Дұрыс, Одан жаңағы жол мен бағанды екеуі тең болған жағдайда маған аның
жолымен бағанын шығарып берсін дедім. Дұрыс, Яғни, иә. Бірақ ең басында сен массивті міндетті түрде иә енгізіп аласың. Дұрыс. Жарайсыңдар, иә. Мадияр, сенде де солай ма? Мадина, сенде де солай ма? Дұрыс. Жаңа менде жеке-жеке қарап шыққанымда бір-екі оқушымызда қателіктер болды, иә. Қазір бағалағанда соны ескеретін боласыздар. Енді оқушылар, бізде массивімізді құрып болдық. Енді бағалағанда массивтің өлшемдерін дұрыс анықтасақ, екі циклды қолдансақ, және бас диагонал элементтерін дұрыс шығаратын болсақ, осы ұпайларды өзімізге қоятын боламыз. Енді дәптерлеріңізді аша отырып, мен шығарған дұрыс нұсқасы бойынша өз-өздеріңізді бағалаймыз, қараймыз. Бағдарламаның коды дұрыс жазылған ба сіздерде? Тексеріп алыңыздар. Тақтада көрсетілген, тексеріп ала қойыңыздар. Енді бағалай қойыңдар өз-өздеріңді. Иә, жазып ала қойыңыз, дұрыс. Өз-өздеріңізді бағалай қойыңыздар. Демек, оқушылар, біз бұл жерде ең бірінші балалар қандай есепті шығармас бұрын бағдарламада массивті не істеп алуымыз керек, балалар? Енгізіп алуымыз керек, дұрыс айтасыңдар. Одан кейін не істеуіміз керек? Міндетті түрде бағдарлама жүру үшін бізде, иә, дұрыс айтасың, цикл қолдануымыз керек, иә? Екі өлшемді массив болғаннан кейін біз не істейміз? Екі цикл қолданамыз. Біреуі сыртқы цикл жол бойынша, екіншісі ішкі цикл баған бойынша жүруіміз керек. Содан кейін ғана барып біз не қоямыз, балалар? Шартты тексереміз, иә? Бас диагоналдың шартын тексереміз. Жақсы оқушылар, өз-өздеріңізді бағалап болсаңыздар, Ада Лавлейстің кері байланысына назар аударайық. Керемет балалар, сендер нағыз бағдарламалаушылар сияқты ойлап, кестемен дұрыс жұмыс жасадыңдар. Жарайсыңдар, бас диагонал элементтерін табуда өте белсенді болдыңдар. Алгоритмдік ойлауларың көрініп тұр. Оқушылар, осы қарқынмен жүретін болсақ, Ада Лавлейс сіздерге риза болар еді. Жақсы оқушылар, енді әрі қарай келесі тапсырмамызды жалғастырайық. Бізде тапсырма екі өлшемді массив элементтерінің қосындысын есептеу бойынша мынандай тапсырма берілген. Яғни ұлттық тағамдар фестивалі ұйымдастырылады 3 сынып бойынша, және осы ұлттық тағамдарды осы 3 сынып 9А, Б дейтін сыныптар сатылымға шығарады фестивальда. Әр сынып 3 түрлі тағам бойынша табыс табады. Табысты біз кестеге салмадық, 1000 теңгемен белгілейсіздер. Мысалы 9А 5 бармақ сатып 25 000 теңге пайда тапқан. Келесі Ә сыныбы 20 000, 9Б 30 000 теңге пайда тапқан екен. Енді сіздерге бірінші топ, сіздер мына жол элементтерінің қосындысын анықтайсыздар. Әр сыныптың жалпы табысын есептейсіздер жол бойынша, Ал енді екінші топ, Аружан тобы, сіздер баған элементтерінің қосындысын есептейсіздер, әр тағам түрі бойынша табысты есептейсіздер. Ал үшінші топ, сіздер, Аминаның тобы, сіздер жалпы фестивальдан қанша ақша, табыс алды, соны есептейтін боласыздар. Енді балалар, алдарыңызда дескриптор көрсетілген, нені ескеру керек? Міндетті түрде қарап аламыз. Екі өлшемді массивті құрып білуіміз керек, және циклды қолдануымыз керек, және нәтижені талдап, қорытындысын шығара алуымыз қажет. Топта талқылаймыз, есептейміз, және нәтижесін ұсынамыз. Әрі қарай Python бағдарламалау тілінде нәтижені тексеріп көретін боламыз, Жақсы, бастайық, топтаса қойыңыздар. Топта талқылаймыз.
Иә, дұрыс. Жақсы. Оқушылар бірінші топ дайын екен. Екінші топ дайын екен. Барлығымыз тыныштық сақтайық, қорғаймыз. Біз екінші топпыз. Екінші топтың топ басшысымын. Бізге берілген тапсырма ол баған элементтерінің қосындысын табу. Яғни бізде екі өлшемді массив берілген. Иә. Сол жерден үш баған, үш жолдан, яғни бешбармақ, бауырсақ, айран деген сыныптардың Тағамдары бойынша жалпы табысын табу. Жақсы, дұрыс. Қалай шығардыңдар оны? Бәсті санақшасы деп алдық, себебі барлық баған бойынша сандардың қосындысын есептеу үшін. Бастапқыда бос қылып алдың, иә? Ал массивтердің табыс деп алдық. Содан соң біз баған бойынша цикл жүргіздік. Содан кейін жол бойынша цикл жүргіздік. Дұрыс. Екеуі де табысқа байланысты. Яғни оны біз N деп белгіледік. Дұрыс. Яғни массивтің соңына дейін жүріп жатыр ғой, иә? Сосын жаңа біз санақшымызды 0 деп алдық. Цикл жүргенде баған бойынша қосамыз. Және бірге салып тағам жалпы бағасын шығарамыз. Соңында жалпы бағанның табысын шығарамыз. Қазір балалар топтар қорғап болсын, есебімізді бірге тексеретін боламыз, қателіктерін жөндейтін боламыз. Жақсы, екінші қай топ дайын бізде? Жақсы, үшінші топтан бастайық. Біздің есептің шарты жалпы фестиваль табысын есептеп экранға шығару. Біз бос санақты N деп алдық. Біз ол санақтың ішінде бірінші санақ іште, ол санақтың ішінде біз бірінші циклды сыныптардың жолдарын аламыз, және екінші сыныптардың тамақтарын қосамыз. Сіздерде қалай есептейді сонда? Біз барлық сыныптардың тағамдарын, сатқан тағамдарын есептеп қосындысын есептеу. Дұрыс. Бізде жалпы сан 161 мың шықты. 161 мың шығу керек, Жақсы. Қазір компьютерге терген кезде сол сан шығатын болса, сіздердің есептеріңіз дұрыс болғаны. Келесі? Бірінші топ айта қояйық. Біздің есеп бойынша жол элементтерінің қосындысын табу керек. Сіздерде жол элементтердің қосындысын табу керек, Яғни әр сыныптың жалпы табысын есептеу керек. Дұрыс. Ең бірінші біз екі өлшемді массивті сипаттап. Дұрыс, сипаттап алдыңыз, атауын қалай құрдыңыз? А саны алып оны бірге тең. А сан санағыш алдыңыз ба? Барлығымызда байқасақтар санағыш алып жатырмыз, Не үшін санағыш алып жатырмыз деп ойлайсыздар? Қосындысын табу. Дұрыс айтасың, қосындысын анықтау үшін, Кейін біз цикл жүргіздік, яғни жол бойынша цикл жүргіздік, оны N табыс деп алдық. Екінші цикл бізде баған бойынша. Ол жерде ол цикл сол сіздің табыстарын қосады. Яғни санағышты алдық та, оны жол мен бағанға қос дедік. Сосын ең соңында print сыныптың табысын шығарды. Дұрыс. Жақсы. Өте тамаша. Бағдарламаларыңызды енді балалар Python бағдарламалау тіліне салайықшы. Бағдарламамызды Python бағдарламалау тіліне саламыз. Сол жерде есептеріңіз дұрыс шығатын болса, демек сіздер барлық бағдарламаны дұрыс құрдыңыз деген сөз. Бағдарламамызды енгізе қойыңыздар. Жазған. Компьютерімізді Python'да ашып енгізе қойыңыздар. Нұрали, тапсырманы ондай өз. Түсінікті ғой, тапсырма саған. Жол бойынша. Осында жаза ғой.
Жақсы, болдық па оқушылар? Жақсы. Сіздер бағам бойынша табыс есептеу керек, тағамдар бойынша, Бірінші тағам бойынша жалпы саны қанша болды? 1000. Екінші тағам жалпы саны 56.000. Одан үшінші тағамның жалпы саны ол 30.000. Яғни сіздер бағам бойынша тағамдардың қанша табыс тапқанын есептедіңіздер, дұрыс шығарып тұр, иә? Дұрыс, өте керемет, иә? Нұрали болдың ба? Жарайсың, 1-1-5. 5-ші сан индексі, дұрыс. Жарайсың, Нұрали. Керемет. Сіздерде барлығы жалпы табыс бойынша ғой, иә? Жалпы үстел табысы 161 мың. 161 мың, иә. Дұрыс. Нәтижеңіз дұрыс. Жақсы, бірінші топ. Сіздерде қалай еді? Жол элементтерінің қосындысы бойынша, иә? Қалай есептедік? 9 А сыныбы 53. Табыс тапқан екен, иә? Дұрыс. 9 Ә сыныбы 50. 50 мың табыс тапқан, дұрыс. 9 Б 58. Мың табыс тапқан екен. Жақсы, оқушылар өте тамаша. Барлығымызда есепті шығардық. Қателер болды, жөндедік. Тамаша. Енді арғарай оқушылар өзімізді бағалайық. Кеткен қателіктеріміз бойынша. Бағалау бетшесіне белгіледік қой, иә? Жақсы. Жақсы, оқушылар өз-өзімізді бағалап болсақ, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Ол үшін біз цифрлы платформада индекстерді бірге табайық әдісі бойынша тапсырма орындайтын боламыз. Тапсырмаға мұқият қараймыз бәріміз бірге. Манаға алдымызда орындаған тапсырма бойынша элементтердің мәнін дұрыс таба алуымыз қажет. Біздерде жол және бағам бойынша индекстер көрсетілген, сіздер элементтерді табуыңыз керек. Қай индекске сәйкес келеді? 0-1 дейтін, иә? Аружан, келе ғой? Қай мәнге екен 0-1? 0-1 18-ге тең екен. Дұрыс, иә? Жақсы, әрі қарай 2-0 индексіне қай мән сәйкес келеді? Иә? Амина, келе ғой? Қандай мән сәйкес келеді? Қарап алдыңыз ба? 30 мәні сәйкес келеді екен. Жақсы. Келесі индекс бойынша 1-0. 1-0. Қайсар келе ғой? Қай мәнге сәйкес келеді Қайсар? 1-0? 20 мән. Дұрыс. Яғни 1-0 индексте орналасқан 20 мән екен. 0-2 индекс бойынша Қалима? Ол бізде 10-ға сәйкес келеді. 0-2 индексте орналасқан 10 екен. Жақсы. 1-2 индексте Мадияр? Қай мән сәйкес келеді? 8. Дұрыс. Енді оқушылар 2-2 индексіне қай мән сәйкес келеді? Аманжан, келе ғой? 2-2 қандай мәнге сәйкес келіп тұр? 12-ге. Дұрыс. 12-ге. Жақсы. Ал 2-1 мәні не? 2-1 Назирке айтшы. Қандай мәнге сәйкес келіп тұр 2-1? 16 келе ғой? 2-1 мәніне 16 саны сәйкес келіп тұр. Жақсы. Бізде 2 индекстің мәні қалды. 0-0-ге қай мән сәйкес келіп тұр, Нұрали? Келе ғой? 25. Дұрыс, иә. 1-1 мәніне қалып тұрған қай мән екен?
22 мәні сәйкес келеді екен. Енді осы жұмысымызды тексерейік. Біздің жұмысымыз дұрыс болды ма? Күтеміз нәтижесін. Жақсы, нәтижемізді көрейік. Бізде барлығы дұрыс екен. Демек, бүгінгі сабақта біз осындай жақсы нәтиже көрсеттік. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, енді балалар маған бағалау бетшелеріңізді жинап бере қойыңыздар. Бағалау бетшесін жинап алайық. Біздің топта Аружан барлығы 8 ұпай алған екен. Жақсы, Аманжан да 8 ұпай. Жақсы, Қайсар бізде 7 ұпай алған екен. Жазира жарайсың, 9 ұпай. Мадина жарайсың, 10 ұпай. Керемет. Мадияр 10 ұпай алған екен. Жақсы, бере қойыңыздар. Жақсы, Амина жарайсыңдар, оқушылар барлығы. Осы ұпайларыңызды мен бүгінгі сабақтарыңызға қоятын боламын. Енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша сабағымыздың басында бастағанымыздай, осы бүгінгі сабақта рефлексия берекші барлығымыз. Тақтаға келе қойыңыздар. Аружанға барлығы түсінікті болған екен. Жақсы. Мадиярға да түсінікті болған екен. Жақсы. Жақсы. Бізде Назерке мен Нұрдәулетте сұрақтары бар екен. Келесі сабақта сонымен жұмыс жасайтын боламыз. Балалар, үйге осы екі өлшемді массивтердің тарауы бойынша үйден қайталап келеміз. Келесі сабақта есептер шығаратын боламыз. Сау болыңыздар.